Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Сұрақ. Исламдағы сақал қоюдың үкімі қандай? Жауап. Ханафи мазхабы бойынша сақалдың бір тұтам ұзындықта болуы сүннет. Бір тұтамнан артығын алу керек. Одан артығын алмау күнә дейтін ғалымдар бар. Ал одан қысқа етіп алу немесе мүлдем қырып тастау дұрыс емес деп санайтын ғалымдар да бар. Сақалды қырмай, оны өсіру пайғамбарымыздың сүннеті. Ол адамның табиғи қажеттілігі болып есептелетін ұнамды әрекет. Сақалды жіберудің ең кәміл мөлшері бір тұтам болып табылады. Қорытындылай келе айтарымыз, сақал тек арнайы бір топты немесе жеке басты өзгеден айқындайтын дүние емес. Ол барша мұсылмандарға тән амал. Сақал қойған кісілерге тұрпайы көзқараспен қарамай, оны пайғамбарымызға деген махаббатының көрінісі деп бағалағанымыз дұрыс болады. Бірақ сақал қоймай жүрген мұсылман кісілерді де күнәһар деп санамау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху кезінде иегіндегі 3 тал сақалын алып тастаған бір сахабаға Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тек іштей реніш білдіргені риуаяттарда айтылады. Бұл сақал қыру күнә емес, алайда ұнамсыз әрекет екендігіне дәлел болса керек. Сақал өсіру мұстахаб немесе сүннет. Алла тағала баршаңызға разы болсын.